Құдайдың алдында аманат ретінде алған әйелді оның қас-қабағын жоққа шығару, оны өзінің жартысы ретінде қабылдамау, бұл қазір қоғамның дерті болып тұрды. Нақты шешім шығара алмайтын, қоғамға үлесін қоса алмайтын ерлердің санының көптігі, әйелдердің соған шыдап келе жатқандығы және де қаншалықты тағы шыдаймын деген ішіндегі мұңы, қайғысы қазір қоғамда үлкен белең алып тұр. Мөлдір ханымның оқиғасы не істеп тұр? Әрбір әйелді тағы да мен қанша жыл шыдауым керек осыған деген сұрақ белгісін әкеліп тұр. Мен Мөлдір ханымның өмірін талқылап жатқан жоқпын. Қараңыздар, маған Мөлдір ханымның өмірі барлығы беймәлім. Мен ол туралы айтқан жоқпын. Мен әрбір отбасының ішінде жасырып жүрген, өзі байқамаған ойларды оятып жатқаны туралы айтып жатырмын. Бір Мөлдір ханымның қаншама ұрпаққа, қаншама қоғамға әсері болып жатқанын айтып жатырмын, иә. Мөлдір ханымнан кейін қаншама әйел ері үшін, ерінің отбасы үшін өмір сүрмеймін, ары қарай шыдамасам да болады екен ғой, бәрібір олар опасыздық танытады екен ғой деген ойға келгендігі айдан анық. Шынымды айтсам, осының нәтижесінен қаншама отбасылар оп-оңай ажырасып кете ма деген ойыма келсе, кәдімгідей денем дір етеді. Осынан қорқып қаншама түнімді жұмсадым десем болады, уайымдап